мен сендерге жұмбақ жасырамын. Сендер сол жұмбақтың жауабын тауып көріңдер. Өзі ащы, дәмді етер астың. Тұз. Жарайсыңдар. Тұзды біз қай кезде пайдаланамыз балалар? Тамаққа, салатқа, етке. Тұзды үйде кімдер пайдаланады? Анамыз. Ал енді балалар, сендер зерттеуші болғыларың келе ма? Ендеше біз кішкентай зерттеуші болайық. Біз қазір тұз туралы қызықты зерттеулер жасаймыз. Кәнеки, алдыменен балалар, біз қауіпсіздік ережесін сақтайық. Тұзды көзімізге жақындатпаймыз. Қасықты көзімізге жақындатпаймыз. Бірінші тәжірибемізді бастаймыз. Қолымызға қасықты алып, алдымыздағы тарелкеге тұз салайық. Енді осыны алып, алдымыздағы өпірмен көрейік. Кәнеки. Балалар, көріп тұрсыңдар ма? Қантқа ұқсайды. Қантқа, тағы да? Қарға ұқсайды екен, Енді осыны біз тағы да бір тәжірибе жасап көрейік. Қасықты алайық. Кәнеки балалар, біз тұзымыздың үстіне көрейік. Қандай дұрыс шығады балалар? Қытырлайды, қытыр етіп қытырлайды екен. Ал енді осы тұздың үстіне кәнеки қасықпен су құяйық үстіне. Ал балалар, енді біздің суымыз қайда кетті? еріп келеді. Суымыз жоқ, Тұз бойына сіңіріп алыпты, Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, біз кезекті келесі тәжірибемізге берейік. Стаканда жылы су, екінші стаканда салқын су. Аяла, сен салқын суға тұз сал, жылы суға сағыныш саламыз. Кәнеки, көрейікші, қай суда тұз тез ериді екен. Салам, араластыр. Ал, болды, көрейік. Көрейік, кәнеки. Мына жылы судағы су, сағыныштың тұзы тез еріп кетті, Ал түбінде салқын суда аяланқы ерімепті. Яғни бізде тұз қай суда тез ериді екен? Жылы суда, Жарайсыңдар балалар. Енді кезекті тәжірибемізге қазір біз жасайық. Енді балалар, алдымызда 2 стакан тұр, Біреуі көк түспен белгіленген, біреуі қызыл түспен белгіленген. Енді осы көк түспен белгіленген стаканға 3 қасық тұз салайық. Жарайсыңдар. Тағы салайық. Енді мен салайын, Араластырайын. Араласын. Енді осыған біз, менің ыдыста не тұр балалар? Жұмыртқа. Жұмыртқаны жақсы көресіңдер ма? Мен жұмыртқаны қатты жақсы көремін. Мен тауыққа су беремін, жем беремін, ол бізге жұмыртқа береді. Жарай, үйде тауық бар екен, Тауықтан бір жұмыртқа аламыз, жарайсыңдар. Енді осы бір жұмыртқаны, кәнеки, қызыл белгісі барға саламыз, бір жұмыртқаны көк белгісі бар стаканға саламыз. Енді көрейік, қайсысы батты, қайсысы батқан жоқ. Салған стакандағы батқан жоқ, жай судағы батты. Яғни бізде балалар, тұз салған стакандағы суда тығыздық не екен? Көп екен, Салқын суда қандай болады екен? Төмен болады екен. Біз бүгін тәжірибеде балалар не үйрендік? Нені зерттедік? Жұмыртқаны тұзды суда зерттедік, батат батпайтыны. Сендерге не ұнады? Маған тұзды батпайтынын, бататынын ұнады. Сендер балалар, тұз денсаулыққа да пайдалы екен. Тұзсыз өмірдің дәмі жоқ екен, балалар? Жарайсыңдар балалар.